Жауларына үрей болған Есім ханның көзі кетісімен біртұтас хандықтың берекесі кете бастайды. Әке тағына отырған Есімнің үлкен ұлы екінші Жәнібек Түркістан билігін қолына алса, шынжыр балақ шұбар төс сұлтандар Хағас ханның билігіне бағынбауды бастайды. Есім хан заманында іргелі орындарды иеленген ақсүйектер енді ғана таққа келген қасқырдың бөлтірігін елей қоймады. Орыс жазбаларында екінші Жәнібекті Есімнің сүйікті ұлы деп атайды. Жәңгір мен Сартақ ханзадалар ағасына қызмет етті. Сіз екінші Жәнібек хан туралы естімеген боларсыз. Бұл Есім ханның ең үлкен ұлы. Сонымен екінші Жәнібек хан кезінде құлдыраудың алғашқы сипаттары көріне бастады. Мұны тек жоңғар хандығының құрылуымен емес, көрші мемлекеттер арасындағы айырмашылықтан да көруге болады. Қазақ жерінде екінші Жәнібек ханның билігі басталған тұста жоңғар хандығы күш ала бастады. Бұл бір мезетте пайда болған толқын емес, ұзақ ғасырларға созылған бұлқыныстың нәтижесі болады. Әбілқайыр ханның шаңырағын ортасына түсірген 1757 жылы Сығанақ түбіндегі шайқастан бастап ойраттар өздерінің қандай жауынгерлік қуатқа ие екендігін білді. Алайда Керей мен Жәнібектің Тахир мен Хақназар кезінде тыпырлатпай өз жерлерін қанағат тұтты. Тіпті Хақназар мен Тәуекел заманында қазақтардың вассалдығын қабылдағанда белгілі. Шах Мұхаммед деген қазақ сұлтаны осы жоңғарларға хан болғанда белгілі. Ал Тәуекелден кейін таққа келген Есім ханның ойрат жорығындағы жеңісі қазақтардың ұзаққа созылған соңғы айбары болды. Енді күштердің арасында салмағы өзгере бастайды. Бұл жоңғарды хандығын негіздеп батырап жатқан ойрат тайпаларының басын қосқан Батыр Қонтайшының әрекетімен тікелей байланысты. Екінші Жәнібек ханның 15 жылға жуық созылған билік ету уақыты ойраттармен күрес жолында өтті. Орта Азия жерінде саяси ойындардың қатынасы өзгерді. Самарқан, Әндіжан, Ташкент пен Ферғана жерлерінде қазақ әкімдері билік басына келді. Бірақ олар тәуелсіз билеуші болуға ұмтылды. Кәрі қасқыр Есімнің көзі тайғанын пайдаланған олар жас екінші Жәнібектің билігін мойындай қоймады. Осылайша орталық биліктің әлсіреуі қала әкімдеріне өз бетінше қимылдауға мүмкіндік алуы хандықты әлсіретіп жіберді. Көп өтпей жайылымыз деген ойраттардың тағы бір толқыны келе бастады. Ойраттардың бұл көшуіне Түркістан билігі қолда бар мүмкіндікті сарқып пайдалана отырып қарсылық танытты. Себебі сыр бойындағы қамалдарға жеткізбей тосқауыл қою керек еді. Зайсан көлінің айналасы мен жетісу жері үлкен қауіпте қалды. Жоңғарлардың үлкен құрылтайы Батыр Қонтайшы болып сайлануының бәрі не себепті басқа жерде емес, дәл Тарбағатай өңірінде. Мұның бәрі болашақта бір жерлердің бәрі жоңғарлардың заңды иелігі екендігін меңзейтін саясат болатын. Жәңгір сұлтан сарайында отыра алмады. Ағасы екінші Жәнібек ханнан неғұрлым алыс жүрсе, таққа талас сонша азаяды деп есептесе керек. Түркістан сарайындағы төрелер әрқайсысы өзінің тақтан дәмелілігін алға тартып, екінші Жәнібектің билігін шайқалтумен болды. Жәңгір мен Сартақ сұлтандар жоңғарға қарсы күресті ұйымдастырды. Екі жақ түбі болмай қоймайтын қақтығысқа әзірлене бастады. Қарақұла деген тайшының үлкен ұлы Батыр ақыры бытыраған ойраттардың басын бір тудың астына жинап, 1635 жылы қуатты жоңғар мемлекетінің негізін қалайды. Қанша уақыттан бері қазақ хандарынан теперіш көріп, Тәуекел, Шах Мұхаммед сұлтан Есім хандардың билігінде болған ойраттар енді мемлекет құрыла сала Есім ханнан кейін әлсіреп кеткен қазақ ордасына көз аларта бастады. Олардың бар мақсаты жайылым жерді кеңейтіп, мен империясына тәуелді болып келген экономикалық жағдайын жақсартып алу еді. Қуатты Қытай елі қабағы түйілгенде өзінің солтүстігінде жатқан мұндай көшпелі халықтарды тәубесіне келтіру үшін тауар сатуды бірнеше айлар бойы тоқтатып тастайтын. Мұндай уақыттары Қытай мен көшпелі халықтар арасында жұмыс істеп тұрған шекаралық сауда нүктелері де жабылатын еді. Бар қажетін Қытай базарларынан алып отырған көшпелі халықтар бұл үшін
өте ауыр соққы болды. Қытайлар өздерінің қолында қандай экономикалық күш барын жақсы білді және қажетіне қарай мұны тиімді пайдаланып отырды. Жаңадан құрылған жоңғар мемлекетінің билеушілері енді қытайларға экономикалық тәуелділіктен құтқаратын жолдарды іздестіре бастады. Жоңғар көсемдері мұның жауабын Орта Азия жерінен тапты. Бұл аумақтар қалалы әрі базарлы өлкелер болады. Бұл аймақ 9 жолдың торабында орналасқандықтан Қытайға соншалықты тәуелді емес еді. Керісінше, Қытай көбестері өз тауарларын батысқа тасымалдау үшін осы хандықтардың үстімен өту керек болды. Оның үстіне бұл аймаққа, яғни Орта Азия қалаларына жалғыз Қытай емес, Үндістан, Мысыр, орыс қалаларынан Қара теңіз жағасындағы елдерден, сонау Рим тарапынан саудагерлер ағылып келіп жататын. Сондықтан жоңғарлар мұндай аймақты қалайда уысына түсіруді мақсат етті. Ал ондай базарлы қалаларға жету үшін ең алдымен арадағы жатқан қазақтарға бағынышты болып отырған қырғыз жерінен өтіп, одан соң қазақ ордасын талқандау керек болатын. 1635 жылы қазақ елінің солтүстік өңірлерін бақылап жүрген Жәңгір сұлтанды және оның серіктерін ойрат тайшылары қапыда бас салып, серіктерін өлтіріп, ал ханзаданың өзін тұтқынға алады. Түркістан билігінің жоңғарларға қарсы дәрменсіздік танытуы Батыр Қонтайшыны одан әрі күшейтіп жіберді. Осылайша алғашқы шайқас сәтсіздікке ұшырап, халық сенім артқан Жәңгір сұлтан жау еліне тұтқынға түсті. Жәңгір жоңғар түрмесінде жатқанда батыс аймаққа мысық табандап жылжып келе жатқан орыстар жайық бойында Гурьев қамалын тұрғызып үлгерді. Бұл дегеніңіз бүгінгі жайық бойы Атырау аймағы болады. Орыс әскерлері әр адым сайын бекініп, қаптаған бекіністер мен қазақ ауылдарын солтүстіктен қыса түсті. Түркістан билігі үнсіз жатқанда жоңғарлар одан әрі күшейе түсті. Сонымен ұзаққа созылған жоңғар құру ісі аяқталды. Енді оның кеңейту керек. Алдымен Шығыс Түркістан, сосын Түркістан. Бұл қазақ халқы үшін ең қанды шайқастар ретінде тарихта қалған Ақтабан шұбырынды, Алқакөл, Сұлама дәуірінің ең алғашқы эпизодтары осылай басталған болатын. Батыр Қонтайшының